Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз Hyundai центрдеміз. Бүгін 30 қазан сіздер үшін осында сатылып жатқан көліктердің, трейдинга берілетін көліктердің арзанынан бастап қымбатына дейін бағасына шолу жасаған болатынбыз. Кіріп, көріп, бағасын беріп кетіңіздер. Сіздер үшін тырыстық. Кеттік. Ал бастайтын болсақ, бірінші көлік Chevrolet Aveo. Сыртқы қалып жағдай жаман емес. Көретін болсақ, 2014 жылға 76 мың километр жүрген автомат 1.6 3.600.000. Велюр автомат, көлік жаңа екен көрініп тұр, қатты тозбаған. Көре кетейік. Автотроник. Кеттік бары қарай. Hyundai i30 кішкене алды боялғаны көрініп тұр. Сәйкес келмей тұр. Алған кезде кішкене қателесті. Қалған жерлері кішкене көрініп тұр. Кішкене тозғандары. Кішкене көлік сырт жағынан изношенный екені көрініп тұр. Мынандай сынған жерлері бар. Ішіндегі салонын көрейік. Тоже велюр, все таза, қатты таза емес. Толық химчистка жасалмапты. Яғни рулін қарайтын болсақ, рулінде кішкене айдалған екені көрініп тұр да, автомат. Атын көрейік. Уақыт сынған жерлері. Арқасында пленкасына қатты дұрыс жабыстырмапты. Қалғандары өте нормально. Ал бағасына келетін болсақ, бұл Hyundai i30 2019 жылғы 155 мың километр жүрген 1.6 автомат 3.200.000. Яғни алдындағы кішкене соққы болған ба, тұрған кішкене екенін аяқтағы тістері сәйкес келмей тұр. Переходтары көрініп қалған. Ал келесі бізде Volkswagen Polo. Volkswagen Polo еще не купили. Дисклермен екен. Айналасын бір көзіне шықсам. Қалпақтары бар екен мына іші велюр. Қатты тозбаған іші. Рульдерді қарайтын болсақ, руль кішкене айдалған екені көрініп тұр. Кішкене кеткен, ұстаған қол ұстаған екен. Потертостер бар рульда. Ал басқа ешқандай не көріп тұрмыз. Көлік бағасына келетін болсақ, 2015 жылға 181 мың километр жүрген 1.6 автомат 4.200.000. Сұрап тұрмын. Дәл сондай фаралар сарғайып кетті. Болған кішкене соқты болған сияқты. Алдына одар болған титановый диска. Сырылғандар бар. Volkswagen Polo. Титановый диска. Ал бұл көлікті дәл мынау сияқты 2015 жылға 94 мың километр пробег 1.6 автомат 4.560.000 екен. Келесі бізде Volkswagen Polo'ның
2015 жылы сығылды. Жылтырап тұр, кішкене бампер боялған сияқты. Жаңағы екеуіне қарағанда сыртқы жағдайы қара Volkswagen Polo'да жақсырақ екен. Көлік жылтырап тұр, жуылған. Зимний баллон, шипованный. Простой дискі, бетіне колпак киізген. Бұл көліктің бағасына келетін болсақ, 2015 жылы бұл көлік 120 мың километр жүрген екен. Жаңағы артық Volkswagen Polo'дан көп. Екеуінен де 1.6 механика 3 миллион 990 мың. Салонын өтетін болсақ, салоны қатты ескірмеген. Салонын 4 миллион. Шкода Rapid. Сатып отыр. Тас деген жерлер бар екен. Шкода Rapid. Титановый диско. Ішін көретін болсақ, кіші велюр, қатты тозбаған іші. Руліне қарайтын болсақ, үргілі кішкене айдалған екен көрініп тұр. Потертостары бар, сырылған, жылған, кит қалған қожалары ұсталған екен көрініп тұр. Автомат. Алты автомат 94 мың километр жүрген. 2014 жылға 4 миллион 590 мың. Ал бізде Renault Logan. Сыртында ешқандай қауларын көрген жоқпын. Кішкене бамперін кеткен екен. Мына жерінде жерлер бар екен. Сырылған кішкене кіші бір. Мына жерде де бар екен. Титановый диско. Салон велюр. Кішкене айдалған екен көрініп тұр. Жаңадан перешивка жасатқан мына рульда. Қателеспесем. 2019 жылға 48 мың километр жүрген. 1.6 автомат 5 миллион 190 мың. Келесі бізде бұл алдыңғы выпускта бар еді. 5 миллион 290 мың бар. Алдыңғы выпускта көрсеңіздер, жоғарыдағы алдыңғы выпускта көрсеңіздер болады көлік туралы. Жанында қызыл жүкпен тұрған еді, қызыл жүк кетіп қалыпты. 1 миллион разница бет. Kia Sportage. Осы көлік негізінде өзіме ұнайды. Цветі түсі басқашалау екен. Титановый диско, арты тонированный полностью. Кішкене арт жағында бамперде ақылдар бар екен, сырылған жерлер. Келесіне мына жағында қатты көзге көрінетін ақаулар жоқ. Көліктің ішін көрейік. Іші велюр, айдалған көрініп тұр. Душный машина екен көрініп тұр. Руль қатты не алмаған, сырылмаған. Қатты ескірмеген. Бірақ лобовое жарылған екен. Қатты жарылған екен. Таспа бірдеңе қатты тиген ғой. Алдындағы маған
Бұл 2014 жылғы көлік екен, 110 мың километр жүрген, объемы 2, автомат, 7 миллион 290 мың сұрап тұр екен. Kia Sorento. Kia Sorento көретін болсақ, 2013 жылғы 103 мың километр жүрген, объем 2.4, автомат, 8 миллион 390 мың. Осыдан алдыңғы выпускта бұл Кияның 3.3 көлемді сұр Кияға жасаған болатын, сол жоқ. Көрсеңіздер болады. Мынасы 2.4 екен. Ал, ішін көріңіз. Ішін көретін болсақ, іші велюр, қатты ескірмеген. Руль кішкене сырылып, неғып кеткен, жылтырап қалған уже. Қарасаңыздар көрінеді. Автомат. Қара түсті. Қара түсті, бірақ кірді көп көрсететін барды. Ең минусы кірді көрсетеді. Дәл сондай Kia Sorento ағы. 2013 жылғы екен, 107 мың километр жүрген, 2.4, автомат, арты тонированный. Бұл да алдыңғы неде болған, алдыңғы выпускта көрсетілген бұлда. Жоғарыдағы сілтемеге кіріп, осыны да көрсеңіздер болады. 8 миллион 500 мыңға. Іші кожаный салон. Hyundai'дің жаңасы ғой. Дисклерін қараңыздар. Тановый диски. Hyundai Elantra. Объемы 2. Комплектация жақсы. Бесключевый доступ бар. Жабылып, ашылып, 2019 жылды екен. 12 мың 500 ғана жүрген. Объем 2, автомат, 9 миллион 190 мың сатып. Бұл көп жүріп та үлгермеген ғой мына көлік. Жаңа мен. Іші кожаный. Жақсы жағдайда іші. Барлығы пленкалары тұр екен ішінде әлі. Ішінде әлі пленкалары тұр екен. Жиналады. Kia. Тағы да бір Kia түсті көзімізге. Kia Sorento. Енді бұл көліктер 2013 жыл шығарылған, 2014-2013 сондай жылдар шығарылған. 111 мың пробегімен екен, 1.6 объем, автомат, 5 миллион 390 мың сұрап тұр екен. Велюр. Велюрдің өзі қатты тозған деп айтамайым. Жағдай жақсы ішіндегі. Таксовать етілмеген, скорее всего. 7 жыл болған ғой көлікке. Почти 8 жыл. Ішін көрсеңіздер. Hyundai Accent. Сатылым бойынша өз кезінде лидер продаж болған көліктер ғой. Обычный нелер, бетіне колпак кигізіп қойған. Алдынан да, артынан да ішін көрсек. 2014 жыл екен. Автомат, іші қатты тозбаған. Бірақ бұны подлокотниктер, қол қоятын жерлері кішкене тозған екен. Автомат 2014 119 мың,
1,4 объем 4 миллион 200 мың. 4 миллион 200 мың. Дәл сондай, бірақ жанында ақ екен. Буланған. Қалпақ кигізілген. 2012 жылы 87 мың километр жүрген. 1,4 автомат дәл анау сияқты екен. И бағасы 3 миллион 850 мың. Салонда жағдай қатты нашар емес екен. Бірақ мына автоматтар тұрған жерде кішкене тозған екен көрініп тұр. Айдалған екен. Бізде дәл сондай мотор қателеспесем, объем егер бірдей болатын болса, Hyundai Accent'те қойылатын моторлар да осы Kia Rio-ға да қойылады. Жоқ, мынада кішкене 1,6 объем екен. 1,6 объем автомат. 1,6 объем автомат Kia Rio-ға қойылатыны дәл сондай мотор Hyundai Accent'те де қойылады. Бұл Toyota мен Lexus сияқты ғой. Титановый диск, әдемі екен. Дисклері. Міне, ішін көрсек. Шкат тозбаған. Екі мың 14 жылы 141 мың жүрген, 4 миллион 890 мың. Достар, осының барлығын сіздер үшін жасап жатырмыз. Сондықтан лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.